Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы ағаштың суретін саласың. Сабақтың мақсаты таныс сөздерден құралған сөйлемдердің мағынасын түсінесіздер. Және суретке қарап, өз ойларыңызды айта білесіздер. Сөздік дәптерлеріңді ашыңыздар. Жаңа сөздерді жазайық. Ай, месяц, луна, жұлдыз, звезда. Суретін саламын, нарисую рисунок. Оттегін бөледі, вырабатывает кислород. Демаламыз, дышим. Файда, польза. Ту, флаг. Жер, земля. Ай, жұлдыз. Суретін саламын, оттегін бөледі. Демаламыз, пайда. Ту, жер. Ал қазір балалар мәтінді тыңдап, және оқыңыздар, сосын бәріміз бірге аударамыз. Мынау ағаштың суреті. Ағаш бізге пайда әкеледі. Ауаны тазартады. Ағаш оттегін бөледі. Ал оттегімен біз демаламыз. Өздерін оқып шығыңдар. Жақсы балалар. Ал енді осы мәтіннің ішінде жаңа сөздерді табайық. Пайда, польза. Оттегін бөледі, вырабатывает кислород. Оттегімен, кислородом. Демаламыз, дышим. Ал енді орыс тіліне аударайық. Мынау ағаштың суреті. Это рисунок дерева. Ағаш бізге пайда әкеледі. Дерево нам приносит пользу. Ауаны тазартады. Очищает воздух. Ағаш оттегін бөледі, ал оттегімен біз демаламыз. Дерево вырабатывает кислород, а мы дышим этим кислородом. Жақсы балалар. Ал келесі бізде ия мен жоқ ойыны. Ия, да, жоқ, нет. Давайте поиграем в игру да или нет. Сен сурет саласың ба? Ия, мен сурет саламын. Сен сурет саласың ба? Жоқ, мен сурет салмаймын. Сен ағаштың суретін саласың ба? Ия немесе жоқ деген сөздерді таңдап алып жауап беріңдер балалар. Сен күннің суретін саласың ба? Сен
гүлдің суретін саласың ба? Сен айдың суретін саласың ба? Сен таудың суретін саласың ба? Сен арыстанның суретін саласың ба? Жақсы балалар, осы ойынды өздерінің ата-аналарыңызбен ойнауға болады. Ал енді оқулықта 80-ші бетті ашыңдар, бірінші тапсырма. Тыңдаңыздар, қайталаңыздар және рөлдеп оқыңыздар. Сәлем, Алибек. Сәлем, Амел. Мынау ненің суреті? Мынау айдың суреті. Мынау ненің суреті? Мынау гүлдің суреті. Мынау ненің суреті? Мынау таудың суреті. Рөлдеп оқып шығыңдар. Келесі тапсырма балалар. Ол дәптерге жазамыз ол тапсырманы. Дәптерді ашып, сәуірдің 9-ы деп жазыңдар. Енді кім ненің суретін салды деген сұрақты жазыңдар. Содан соң осы сұраққа жауап беріңдер. Әлібек, Анмел, Анна, Саша, сенің атаң, оның әкесі. Осы сұраққа дәптерге жауап жазыңдар. Әдемі жазамыз балалар. Дұрыс отырамыз. Ал келесі балалар. Келесі үлгі бойынша диалог құрастырайық. Оқулықтың 82-ші бетінде диалог бар. Кешірім сұраймын, мұнда суреттер ауысып кетті. Бұл ненің суреті? Бұл ағаштың суреті. Ағаштың суреті қандай? Ағаштың суреті әдемі. Осы ағаштың деген сөздің орнына айдың, атамның, күннің деген сөздерді қойып, жаңа диалог құрастырыңдар. Мысалы, бұл ненің суреті? Бұл айдың суреті. Айдың суреті қандай? Айдың суреті әдемі. Жақсы балалар. Ал енді үйде балалар жазу дәптерге 82-ші беттегі 6-шы тапсырманы жазасыңдар. Тиісті жалғауларды қойып, сөйлемдерді дәптерге жазу керек. 2-ші тапсырма ағаштың суретін альбом парағына салып, оны бояңыздар. Сабақтың аяғында бағалау баспалдағы деген рефлексияны жасайық. Егер сендерге бәрі де түсінікті болса, онда 3-ші қадамға 5 деген бағаға көңілге болады, мен білемін. Егер 4-ке білемін десеңіз, онда 2-ші қадамға баруға болады. Егер сендерге
көмек қажет болса, онда бірінші қадамда қаласыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.